Төртінші дәріс кіші әлеуметтік топтардағы қақтығыстар себептері, динамикасы және шешу жолдары. Кіші топтардағы қақтығыстардың маңызы. Кіші әлеуметтік топтар мейлі отбасы, жұмыс тобы немесе достар тобы болсын, біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Осы топтардағы қақтығыстар қарым-қатынастарға айтарлықтай әсер етеді және топтың тиімділігіне де ықпал етеді. Оларды түсіну және басқару тұрақты әрі табысты өзара әрекеттесу үшін өте маңызды. Қақтығыстардың негізгі себептері. Қажеттіліктердің қақтығысы. Әр адамның қажеттіліктері мен мүдделері әртүрлі. Олар бір-біріне қайшы келгенде қақтығыстар туындайды. Мысалы, бір адамның тыныштыққа деген қажеттілігі басқасының белсенді әрекетке деген қажеттілігімен қақтығысуы мүмкін. Құндылықтар мен сенімдердің айырмашылығы. Топ мүшелерінің әртүрлі құндылықтары, сенімдері мен және өмірлік көзқарастары қақтығыстарға әкелуі мүмкін, әсіресе моральдық немесе этикалық мәселелерге қатысты. Ресурстар үшін бәсеке. Шектеулі ресурстарға, мысалы, ақша, уақыт, билік, насар секілді ресурстарға қол жеткізудегі бәсекелестік қақтығыстардың жиі себебі болып табылады. Дұрыс қарым-қатынас жасамау, ақпараттың бұрмалануы, түсінбеушілік немесе тиімсіз қарым-қатынас қақтығыстарды тудырып, оларды одан әрі ушықтыруы мүмкін. Қақтығыстың динамикасы, шиеленісу кезеңдері. Жалпы шиеленісу кезеңдерін 5 кезеңге бөлеміз. Олар: жасырын кезең, шиеленістің өршуі, шешім немесе салдары, түсінбеушілік пен келіспеушілік, тікелей қақтығыс болып табылады. Қақтығыс түрлеріне тоқталсақ, ол функционалды және дисфункционалды деп бөлінеді. Функционалды қақтығыс. Бұл қақтығыс түрі топ үшін оң нәтиже береді. Ол жаңа идеялардың туындауына, мәселелерді тереңірек талдауға және шешімдердің сапасын арттыруға ықпал етеді. Жалпы бұл қақтығыс шешімдердің сапасын арттырады, инновацияны ынталандырады және топтың бірігуіне ықпал етеді. Ал дисфункционалды қақтығыс топ ішінде теріс салдарға әкеледі. Ол қарым-қатынастарды нашарлатып, топтың моралін төмендетіп, тиімділігін азайтуы мүмкін. Жалпы қатынастарды бұзады, стресс пен наразылықты тудырады және топтың өнімділігін төмендетеді. Қақтығысты шешу стратегиялары: жеңу, ымыраға келу, ынтымақтастық. Жеңу, бәсекелестік. Бір тарап өз мүддесін қорғау арқылы жеңіске жетіп, екінші тараптың қажеттіліктерін елемейді. Бұл жеңіске әкелсе де қарым-қатынастарға зиян тигізуі мүмкін. Ымыраға келу. Әр тарап өз мүддесінің бір бөлігінен бас тартып, ортақ шешімге келеді. Ешкім толықтай қанағаттанбаса да, бұл әдіс қарым-қатынастарды сақтауға көмектеседі. Ынтымақтастық ең тиімді стратегия. Тараптар бірлесіп жұмыс істеп, барлық мүдделерді қанағаттандыратын жаңа креативті шешім табады. Жою және келісім. Бір тарап екіншісінің мүддесін толығымен қанағаттандырып, өзінің қажеттіліктерінен бас тартады. Бұл қарым-қатынасты сақтау үшін қолдануы мүмкін, бірақ ұзақ мерзімді наразылықты тудырады. Айналып өту, яғни қақтығысты шешуден бас тарту немесе оны кейінге қалдыру. Тиімді қарым-қатынас және медиацияның рөлі. Тиімді қарым-қатынас қақтығыстың алдын алу және шешуде ашық және тиімді қарым-қатынас негізгі рөл атқарады. Бұл мыналарды қамтиды: белсенді тыңдау, басқа тараптың айтқанын мұқият тыңдап, оны түсінуге тырысу. Нақтылық пен айқындық, ойларды анық және түсінікті жеткізу. Эмпатия, басқа адамның сезімдерін және оның көзқарасын түсінуге тырысу. Медиацияның рөлі. Егер тараптар қақтығысты өз бетінше шеше алмаса, медиатордың көмегі қажет болады. Медиатор тараптар арасындағы диалогты жеңілдетеді, эмоционалды шиеленісті азайтуға көмектеседі, ортақ шешім табуға бағыт береді, әр тараптың қажеттіліктерін тыңдап, оларды түсінуге көмектеседі. Эмоционалды интеллект және қақтығысты басқару. Эмоционалды интеллект қақтығысты тиімді басқару үшін өте маңызды. Ол өз эмоцияларыңызды және басқалардың эмоцияларын түсіну, басқару және пайдалану қабілетін білдіреді. Өзін-өзі тану, өз эмоцияларыңызды, күшті және әлсіз жақтарыңызды түсіну, өзін-өзі басқару, эмоцияларды бақылау, стрессті басқару және импульстік әрекеттерден аулақ болу. Әлеуметтік сана, басқалардың эмоцияларын, қажеттіліктерін және көзқарастарын түсіну. Қарым-қатынас дағдылары, басқалармен тиімді қарым-қатынас орнату, қақтығыстарды шешу және ынтымақтастықты дамыту. Қақтығыстарға нақты мысалдар келтіретін болсақ, жалпы өмірлік мысалдарды қарастырайық.
Отбасылық қақтығыс, кешкі ас мәзірі. Бір отбасы кешкі асқа не дайындау керектігі туралы келісе алмады. Bir бала пицца қаласа, екіншісі паста қалады. Ата-анасы екеуінің де қалауын ескеріп, бірінші күні пицца, екінші күні паста жасауға келісті. Бұл ымыраға келу стратегиясының жақсы мысалы болды. Барлығы қанағаттанды. Жұмыс орнындағы қақтығыс, жобалық міндеттерді бөлу. Екі әріптес жаңа жобадағы міндеттерді қалай бөлу керектігі туралы келіспеді. Біреуі көбірек шығармашылық жұмысты қаласа, екіншісі ұйымдастыру жұмыстарын атқарғысы келді. Менеджер медиатор ретінде әрекет етіп, олардың әрқайсының күшті жақтарын пайдалана отырып, міндеттерді әділ бөлуге көмектесті. Нәтижесінде жоба сәтті аяқталып, әріптестердің қарым-қатынасы жақсарды. Достар арасындағы қақтығыс. Достар тобы демалысқа шығуды жоспарлады, бірақ біреуі жоспарды өзгертуді ұсынды. Бұл басқа достар арасында наразылықты тудырды. Ашық талқылау және белсенді тыңдау арқылы олар алғашқы жоспарды сәл өзгертіп, барлығына қолайлы жаңа нұсқасын тапты. Жалпы, 4-ші дәрісімізді қорытындылайтын болсақ, кіші әлеуметтік топтардағы қақтығыстарды басқару дағдылар жеке және кәсіби өмірдегі табысты қарым-қатынастардың негізі болып табылады. Қақтығыстардан аулақ болу мүмкін емес, бірақ оларды тиімді басқару арқылы біз оларды өсу мен даму мүмкіндігіне айналдыра аламыз.